Бәріңізге сәлем. Бүгін ерекше осындай мандаринге ұқсас болып келетін мандарин салатын жасаймыз. Бірінші қайнатылған тауық етін осылай майда етіп турап аламыз. Сосын оның үстіне қайнатылған жұмыртқаны үлкен үккіштен өткізіп саламыз. Сосын сырды майда үккіштен өткізіп саламыз. Шым-шым тұз және де бұрыш қосып, үстіне майонез құйып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Майда үккіштен қайнатылған сәбізді өткізіп аламыз. Сосын пищевая пленка немесе осындай салафанға сәбізді салып қолмен басып шығамыз, және де бір ас қасық алдын ала дайындап қойған салатымызды салып, видеода көрсетілгенде орап аламыз. Сол кезде бізде осындай мандарин секілді формасы шығады. Мандаринге ұқсас болу үшін мандариннің өзінің жапырағын немесе петрушка жапырақтарын төбесіне орналастырып шықсаңыздар болады. Осымен салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура, назарларыңызға рахмет.